Сәлем достар, бұл видеода Free Software Foundation, GPL лицензиялауы, сондай-ақ Open Source Software дегенге қысқадан нұсқа жауап іздейміз. Бүгінгі таңда Open Source Software деген анықтаманы жиі кездестіп жатуымыз мүмкін. Яғни, қарап тұрсаңыздар, бұл жерде Open Source to Software дегенде, мысалы қазақ тіліне аударғанда, қайнар көзі түп тамыр кодтары ашық бағдарламаларды айтады, яғни ашық бағдарлама деп айтып жатамыз. Алайда оны тегін деп аударуға бола ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Яғни ашық кодта ашық бағдарламаларды біз тегін қолдана аламыз ба, және ол заңды ма деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ол үшін бізге кішкене тарихқа көз жүгірту керек, және де Free Software Foundation деген не, және осының негізін қалаған Ричард Сталман есімді кісінің көздеген мақсаты қандай болды деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Яғни Free Software Foundation дегеніміз бұл 1995 жылы 4 қазанда Ричард Сталман есімді кісі негізін қалаған тегін бағдарлама қозғалысын қолдайтын коммерциялық емес ұйым. Яғни бұл кісі қарап отырсаңыздар 20 ғасырдың 85 жылы осы Free Software Foundation деп аталатын қозғалысты бастады десек болады, көтерді десек болады. Және бұл ұйым осы компьютер бағдарламасын бүкіл әлемде тегін оқуға, зерттеуге, жасақтауға, өзгертуге және copyleft талаптары бойынша таратуға құқық бере отырып шарт қояды. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл қозғалыстың мақсаты осы бүкіл әлемде бағдарламаларды тегін тарату, зерттеу, оқыту, сондай-ақ оны өзгертуге мүмкіндік береді. Алайда осындай бүкіл еркіндікті бере отырып, бұл компанияның, бұл ұйымның қоятын шарты да бар деп айта аламыз. Енді Ричард Сталманды көп жағдайда көптеген мамандар, көптеген осы IT саласында жұмыс жасайтын кісілер өте құрметтеп жатады. Себебі бұл кісіні бір жағынан философ деп айтып жатады. Және бұл кісіні көріп отырғандарыңыздай, менде мына жерде суреті бар. Ричард Сталман осы жалпы айтқанда бұл философ деп айтып жататын себебі бұл барлық адамға мүмкіндік беру, жалпы бағдарламаның жасырын болмауы, оның қолданушысы бағдарламаны қалай қолданам десе де мүмкіндік беру, және де оны өзгертуге, сондай-ақ таратуға, оны кез келген бағытта қолдануға, сондай-ақ оның кодтарын оқуға, яғни қалаған бағытта пайдаланып, ешкімнің алдында жауапкершілік болмауын көздеген. Яғни бұл кісіні қарап отырсаңыздар, бір жағынан философиялық, бұл кісінің ойлағаны барлығы жақсылық, осы адамзатқа бір жағынан әлемді жақсартуды ойлаған кісі деп айтуға болады. Енді бұлардың беретін талаптарымен қоса, осы яғни құқықтарымен қоса, осы copyleft талапы бар деп айта аламыз. Яғни көбімізге белгілі copyright деп айтып жататын осы лицензиялық заңнамаға қарама-қарсы copyleft деп ойлап табылған. Және де бұның қоятын талабы осы: егер сіз бұл бағдарламаны қолданып, кодтарын оқысаңыз және өзгертсеңіз, оны басқалармен бөлісуге міндеттейді. Яғни сіз егер де осы Free Software Foundation'ның ұйымының кең тараған танымал GPL яғни GPL деп аталатын лицензиялау заңнамасы бар, және GPL деп отырғанымыз бұл General Public License деген мағынаның қысқартылып алынған нұсқасы, яғни General Public License. Егер сіз осы лицензияның негізінде бағдарламаны қолдансаңыз, онда сіздің жасаған өзгертулеріңіз, сіздің жасаған жақсартуларыңыз, сіздің жасаған қосқан үлесіңіз барлығы осы лицензияның негізіне тіркеледі. Яғни сіз осы ұйымның, осы қозғалыстың сізге берген кішкентай бағдарламаның нұсқасын немесе түп тамырын қолдансаңыз, онда сіздің жасаған барлық еңбегіңіз осы талаптарға сай келіп, басқа адамдарға да ашық болуы керек. Енді байқап отырсаңыздар, бұл жерде кішкене, яғни зақым тиюі де мүмкін, яғни сіз ешқандай пайда түсіре алмайсыз. Сіз барлық еңбегіңізді, барлық жасаған өзгерісіңізді осы GPL лицензиясына негіздеген болсаңыз, онда сізде шынын айтқанда осы Ричард Сталман сияқты, яғни Ричард Сталманның көзқарасын ұстанатын адам болсаңыз, яғни сізде ешқандай пайданы ойламайсыз, тек адамзаттың пайдасын ойлайсыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай, Ричард Сталман мысалы өзінің жасақтап шығарған мына жерде GNU операциялық жүйесі осы GPL лицензиясын насихаттау мақсатында жасалған жоба болып саналады. Және GNU-дан негіз алған Linux операциялық жүйесі бар, және ол туралы қосымша сабақты қарасаңыз болады. Яғни бұл кісілер осы Ричард Сталман немесе Linux операциялық жүйесін ойлап тапқан Linus Torvalds осы GPL лицензиясының негізін қалап, яғни осы бағытты ұстанған кісілер болып табылады. Және бұл кісілер егерде өздерінің жасап шығарған тауарларын сататын болса, онда
мысалы Билл Гейтс сияқты миллиардер болуы да әбден мүмкін еді. Яғни бұл кісілердің бұл жерде көздеген мақсаты жалпы адамзаттың қоғамның пайдасын ойлағанын бірінші кезекте көреміз. Және бұл жерде байқайтынымыз осы GPL лицензиясының артықшылығы оның кемшілігі де болуы мүмкін. Себебі егерде кез келген компания оны дамытып өзгертіп осы GPL лицензиясымен жасақталған тауарларды қолданатын болса, онда ары қарай дамыту барысында ешқандай пайда түсіре алмауы мүмкін. Соған байланысты бұл ашық бағдарламаның мүлдем дамымай қалып, қазіргі заманның ағымына ілесе алмай қалуы әбден мүмкін еді. Соған байланысты екінші Open Source Initiative деп аталатын ұйым құрылды, және бұның негізін қалаған Раймонд емес, Эрик Раймонд па, солай. Енді өкінішке орай менде интернет тағы да болмай тұр. Соған байланысты Википедия парақшасын аша алмай отырмын. Алайда Эрик Раймонд есімді кісі осы Open Source Initiative жасаған, және бұның осы Free Software Foundation'нан GPL лицензиясынан айырмашылығы өте аз болып есептелінеді. Open Source Initiative ұйымының қозғалысының көздеген мақсаты осы Open Source Software деп аталатын, яғни ашық кодты бағдарламаларға қайсысы жатады деген сұраққа шешуге тырысады. Және бұлардың мақсаты, егер сіз GPL, яғни General Public License-ды немесе тегін бағдарламаларды қолданып жаңа бағдарлама жасап, және оның үлкен сұранысқа ие болып қоғамға пайдасы тиіп жатса, онда сіз оны сатуға, сондай-ақ кейбір кодтарды бүкіл әлемге ашуға сізді міндеттемейді, яғни сізге мүмкіндік береді. Яғни бұл осы тегін бағдарламаларды дамытуға үлесіңізді қосасыз бір жағынан, алайда қосымша кейбір кодтарды, кейбір бағдарламаларды сатуға сізге мүмкіндік береді. Яғни бұл жерде байқап отырсаңыздар, егер сіз Open Source Software негізінде жасалған кез келген бағдарламаны сатып алсаңыз, онда сіз оның пайдасын көресіз. Алайда кейбір қосымша бағдарламаларды, сондай-ақ қосымша тағы да сізге беретін артықшылықтарды пайдаланғыңыз келсе, онда сізге ақы төлеуге міндеттеуі мүмкін. Және Open Source Initiative деп аталынатын ұйымның қозғалыстың қолдайтын лицензиялау шарттары өте көп болып саналады. Және ол лицензиялау шарттарының барлығын бұл жерде қарастырудың мүлдем қажеті жоқ. Яғни сіз егерде осы ашық бағдарламаларды қолдансаңыз, онда қайсы тегін екенін білсеңіз болғаны, яғни барлығын толықтай тегін пайдалануға барлық мүмкіндігін көруге мүмкіндігіңіз бар. Алайда сізге қосымша бағдарламалар қажет болған жағдайда ақы төлеуге тура келуі мүмкін. Жалпы қорытындылай айтатын болсақ, осы Open Source Initiative, сондай-ақ Free Software Foundation негізінде жасалған бағдарламаның барлығы осы тұтынушыларға бір жағынан тегін бағдарламаларды пайдаланып, сондай-ақ пайда түсіруге де мүмкіндік береді. Олай болса, ашық бағдарламаларды, яғни тегін бағдарламаларды қолдануға үйренуге әбден болады, және оны пайдаңызға жаратсаңыз, сізге ешкім шектеу қоя алмайды. Олай болса, мына жерде жазылғандай, ешқандай шектеу жоқ, тегін бағдарламаларды пайдаланып, өзіңіздің жұмысыңызға, өзіңіздің пайдаңызға асырсаңыз әбден болады. Олай болса, келесі қысқадан нұсқа бағдарламасында кездескенше, мен сіздермен әзірге қоштасамын.